Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен тек қана 30 минутта ашытылып, пісіріп дайын болатын, қонақ келгенде тез ұсынатындай өте дәмді бауырсақ дайындаймыз. Барлық қажет заттарды описание бөліміне жазып қоятын боламын. Ең алдымен ұнымыздың үстіне қантымызды салып, одан соң тұзымызды салатын боламыз. Ашытқыға мен пак мая ашытқысын пайдаланамын. 1,5 шай қасық ашытқыны саламын. Келесі қолдың сары майын салатын боламын. Таза қолдың сары майы, соны қасықтың жарты бөлігімен алып, кішкене мөлшерде салдым. Сіздерде болмаса, оның орнына басқа да сары майларды пайдалансаңыздар болады. Одан соң шым-шым суымызды ыдысымызға құйып аламыз. Видеода көргендеріңіздей судың ыстық екені көрініп тұр, бетінен буы шығып, енді соны ұнымыздың үстіне құятын боламыз. Бауырсақтың жұмсақ болып шығуы үшін ол біздің илеуімізге байланысты болады. Сол себепті осылай қолымыздың көмегімен майымызды жібітіп алып, жай ғана саусақтың ұшымен айналдыра отырып илейтін боламыз. Бізге қолға жабысатындай тесто қажет болады. Сол себепті суымыздың да ыстықтау болғаны және де тестомыздың сәл қолға жабысатындай болғаны өте дұрыс болады. Арасында егерде қамырымызға су жетіспей жатса, жаңағы алған суымыздан құя отырып, осылай жұмсақ қамыр дайындаймыз. Тым қатты сұйық болып кетті, тым қолыма жабысып кетті деп қорықпаңыздар. Егерде қолдарыңызға қатты жабысып, былжырап кететін болса, қайтадан қолыңызды суға малып, тестаңыздың үстінен бірнеше қайра баса берсеңіз, өзі қалпына келіп, жақсы июі қанатын болады. Мінекей видеода көрсетілгендей, үстінен осылай қолымыздың көмегімен басатын боламыз. Ең алғашында біздің тестамыз қолға жабысып, икемге келмей, бір формасын ұстамай тұрады. Оған қорықпаңыздар. Бір көтерілгеннен кейін біздің тестамыз өзінің қалпына келіп, әдемі басылатын болады. Бауырсақтың құрамын грамдап ешқашан өлшеген емеспін. Ылғи да осы тәсілмен жасаймын. Өте керемет жұмсақ болып шығады. Тек қана айтылған заттарды көз мөлшерімен салып, тестасын мен көрсеткендей етіп илейтін болсаңыздар, сіздердің бауырсақтарыңыз өте дәмді жұмсақ болып шығады. Осылай басып болғаннан кейін бетін жауып, жан-жағына орамалмен немесе басқа да затпен жауып қоясыздар. Мінекей біздің ең алғашқы тестамыз көтерілді. Енді астынан үстіге ала отырып басып шығатын боламыз. Айтқандай, бірінші басқан кезде ол июі қанып бір қалыпқа келетін болады. Сол себепті осылай жақсылап басып шығатын боламыз. Бір басқаннан кейін сәл ғана 1-2 минутқа қойып, бірден бауырсақты пісіре берсеңіздер де болады. Егер де сәл тұрғанын қаласаңыздар, онда ол ештеңке етпейді. Екінші қайра басып, одан кейін де пісіре берсеңіздер болады. Мінекей менің бауырсағым 1-2 минут қана тұрды. Сұйық маймен емес, осындай ұнмен илейтін болсаңыздар, бауырсақтарыңыз майлы емес болып шығады. Бірден оқтаудың көмегімен емес, осылай қолмен жан-жағынан басып жайып шығамыз. Егерде 4 бұрышты етіп кесетін болсаңыздар, қолмен басқаннан кейін бірден кесіп, ұзынша етіп созыңқырап кесетін боласыздар. Егерде дөңгелек пішінге келтіргілеріңіз келсе, оқтаудың көмегімен тестамыздың үстін қатты күшпен баспай жайып шығамыз. Оқтаумен басқан кезде шет жақтарын қатты басып қажет емес, себебі шетін қатты басқаннан кейін тез басылып қалатын болады. Осылай қолмен жай ғана басып шығатын боламыз. Егер қатты басып жіберген болсаңыздар, бауырсақтарыңыз көтерілмей қалатын болады. Келесі бауырсақтарымызды пісіріп алатын боламыз. Шұңғыл ыдысымызға майымызды құйып, көбіне ауылдық жерлерде тоқ май қосады, немесе ондай болмаған жағдайда сұйық маймен де пісіре береміз. Көтеріп келе жатқан кезде келесі жағына бірден аударып жібереміз. Қатты қызып тұрған майға бауырсақты салып қажет емес, себебі бірден қызарып, тез піскендей болады, бірақ оның іші шикі болып піспей қалатын болады.
Бауырсағымызды түсірер кезде ыдысымыздың үстіне салфетка немесе қағаз төсеп орналастырсаңыздар, қағаз өзіне бауырсағымыздың майын сіңіріп алатын болады. Міндетті түрде қағаз төсеуді ұмытпаңыздар. Сонда сіздердің бауырсақтарыңыз майлы болмай жақсы шығатын болады. Егер де бауырсағыңыз дөңгелек пішіннің үлкендігін жақсы ұстап тұрсын десеңіздер, бірінің үстіне бірін қоймай, табамызға қатар-қатарынан орналастыратын болсаңыздар, өзінің үлкен пішінді формасын сақтап тұрады. Мінекей қыздар, менің 30 минутта дайын болатын өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын бауырсағым дайын болды. Міндетті түрде сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Осы тәсілмен жасайтын болсаңыздар, сіздердің бауырсақтарыңыз бірден шығатын болады. Сіздерге 100% кепіл беремін. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.